Ассалаумағалейкум. Жаңалықтары бәрінен бұрын білу тұрыңыз, кесе YouTube арнамызға жазылыңыз, видеоларымызға лайк басыңыз. Мұндай тәуекелдер жоқ. Қазақстанның қорғаныс министрлігі Ресей-Украина шекарасына бітімгершілік күштерін жіберу туралы қорғаныс министрінің орынбасары Сұлтан Камалетдинов бүгін мәжіліс алаңында Украина мен шекарадағы қазақстандық бітімгерлердің Ресейге жіберілу қаупі туралы айтты, деп хабарлайды Нұр.кз тілшісі. Сұлтан Камалетдинов мұндай тәуекелдер жоқ деп сендірді. Мұндай тәуекелдер жоқ. Әскери контингентті мемлекеттен тыс жерге жіберуді парламент мақұлдайды. Егер парламент мақұлдаса, әрине, біз парламентке жауап бере алмаймыз, қорғаныс министрлігіне жауаптымыз, деп айтты ол. Мәжілістің бұрынғы депутаттары 2007 жылғы 6 қазандағы ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бітімгершілік қызметі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялады. Айта кетейік, Қазақстанда не Ресейге, не Украинаға әскери техника жіберіп жатыр деген қауесет Қазнетте бірнеше рет шыққан болатын. Мәселен, ағымдағы жылдың ақпан айында интернетте Қазақстан Украинаға әскери техника жеткізген деген хабарламалар пайда болды. Бұл ақпарат расталмады. Бұқаралық ақпарат құралдары ұшқышсыз ұшқышты ұшыру туралы ақпараттары табыстады. Ал өткен жылдың соңында Ресейдің Украина әскери күштері Қазақстан аумағынан Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігі бұл ақпаратты сенімсіз деп атады.